Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып қазақ тілі пәні 122 сабақ дара және күрделі сын есім тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмасы үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. 5-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Адам табиғаттан көп нәрсе үйренді. Табиғатты ұзақ уақыт бақылау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ерекшелігіне назар аударып, оны ұшақ жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп, сүңгуір қайық жасады. Инелікке қарап, тік ұшақ құрастырды. Ал енді тапсырма орындаймыз. Мәтін не туралы, мәтін неше бөліктен тұрады, мәтін түрін анықтайық. Балалар, мәтін ұшу құралдарының қалай пайда болғандығы туралы. Мәтін 3 бөліктен тұрады. Мәтіннің басы, ортасы, соңы. Ал берілген мәтін бізде сипаттау мәтіні екен. 6-шы жаттығу ойлан тап. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарды. Біз сәйкестендіруді орындауымыз керек. Ұшақты құстарға қарап шығарған. Экскаваторды көртышқандарға қарап зерттеп шығарған. Ал қайықты суда жүзетін құстарға қарап, тікұшақты инелікке қарап, ал сүңгуір қайықты балықтарға қарап шығарған. Осылай сәйкестендірсек болады. 7-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Ақ орамал жамылған, асқар шыңға өрлетік, асқақтата салдыған, айдын көлде тербеліп. Өлеңнің авторы Сағи Жиенбаев. Ал енді сын есімдердің астынсыз олардың дара күрделі екенін айт. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді балалар. Өлеңдегі сын есімдер ақ, асқар, айдын сөздері. Бұлар бізде дара сын есім. Ал қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырасақ, шыңға түбірі шың, ға жалғау. Көлде түбірі көл, де жалғау екен. 8-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын, ақбозатқа мініп ап, жұлдыз дайын ағамын. Авторы Тұрысбек Еділбай. Балалар, өлеңді бірнеше рет қайталап, дәптерімізге жатқа жазамыз. Күрделі сын есімнің астынсыз өлеңдегі ақбозат ұшу аппаратына жата ма? Балалар, өлеңдегі күрделі сын есім бұл ақбоз. Астын сызып қоямыз. Ақбозат бұл ұшу аппаратына жатпайды. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.